адам намаз оқитын болды. Мен оған қатты сендім. Некемізді кәдімгідей қиып, балаларым да көрді. Содан кейін ол басқаша адам болып шықты маған. Кейін ұлдардың бәрі Алматыға жұмысқа кеткеннен кейін олар басқаша өзгеше болып шыға келді. Арамызда үлкен қиындықтар туды. Мен өзім елге сенгішпін, халыққа айтқанына сенем. Сондықтан мен ол намаз оқығаннан кейін мен ол дұрыс адам екен деп оған сендім толықтай. Маған ескертті, осы бала шағаммен осындай қатты маған ескерту жасады. Ол кімге айтсаң да бәрібір біздің адамдарымыз бұл жақта көп. Бәрібір сені тірі қалдырмайды, балаларыңды тірі қалдырмайды деген сондай көп әңгіме болды. Өзбекстаннан бір азамат маған звондады, қорқытып. Сонымен мен бір үлкен қиындыққа ұшырадым деп өзім ешкімге айтпай, сол өзім солай шештім де, енді ешкімге айтпай қой, менің кесірім ештеңе тиіп кетпесін, ешкімге балаларыма тимесін деген жағдаймен сол ешкімге айтпай кеттім. 2016 жылы шекара асып уже кете бердік. Қырғызстан арқылы мен Алматыға кеттім, ол Сочиға қарай кетті. Сочиға билет алып, мен Алматыға жіберді. Бірақ маған ескертті тағы да, айтсаң өзің уже ескертілген жағдайды білесің деп. Сонымен мен ешкімге айта алмадым. 9 күндей сол қызымның үйінде болдым да, мен Грузияға қарай билет алып кеттім. Содан ары қарай менде қалтамда ақша да жоқ. Қай жерге баратынымды да білмеймін. Сол жерде өздерінің адамдары болу керек. Мені бір гостиницаға орналастырды 2 күнге. Содан Волгоградқа келді. Волгоградқа шығып, мен сояққа қайта шықтым. Мен сояққа келді. Оны өзі ұсталып қалатын жағдай болғаннан кейін сол мені шақырған екен. Волгоградқа барып, қайтып Грузияға қайтып келдік. Ол Батумиға келдік. Батуми деген демалатын жер бар, сол жерге барамыз деп, ол сөйтіп елдің бәрін алдап сөйтіп шықты. Сояқтан автобуспен Турцияға жүрдік. Сол Турциядан ары қарай Сирияға жіберді. Сирияға барғаннан кейін ояқта кіргенде уже үншін автомат асынған адам бар. Біздерді бөліп алып кетті ары қарай. Сонымен тағы бір машинаға салып, мен бір таудың етектеріменен Идлиб деген қалаға алып барды. Кейін естіме бұл Идлиб екен. Содан үншін Индонезиялардың арасына барып қосып қойды. Оны мен қазір қысқаша айтайын, кейін мен түсіндім да, бұл әйелдердің бәрін сояққа солай апарып алып, ер адамдарға былай бартер дейді ғой, айырбас солай жасайды екен олар. Солардың адамдар бір-біріне ұсталып қалғанына, сонда әйелдерді бұяқтан апарып айырбас жасайды екен. Мен сондайлардың арасында жүрдім. Сосын Майдиннен бірақ шықтық. Майдинге барғанда сол үлкен зданияда сол 4 этаж үшін әйелдер болған. Сол мен шеткі, угловой шеткі жағында жатқам. Жалғыз өзім. Ар жағында қыздар айтты, келіп, біздің қасымызға жатсаңыз, жалғыз өзіңіз қорықпайсыз ба деп. Татарлар, тәжіктер, дагестандықтар. Содан мен сол 8-ші бомба сол біздің зданияға түсті. Содан бәрі қырылып кетті, жалғыз мен ғана шықтым оның арасынан. Жақта ешқандай дәрі-дәрмек қолданатын жер жоқ, емделетін жер жоқ. Мен былай қатты бомба түскен кезде мен уже сезгенімді, мен ұйықтамай жатқан едім сол кезде. Сол санап жатқан қанша бомба, 7 бомба 8-ші бізге түсті. Сонда оң жағыммен мен былай қозғалып жатып қалған. Сонда мына үлкен патологы сол менің сол жағыма түсті. Содан қатты сотрясение алып, оң жағым дұрыс істемеді. 1,5 жылдай сол есімді жоғалтып,
сондай жағдай болды. Бізді кәдімгі мал құсатып салып жіберді. Сол қайғыма Раққаға алып барды. Раққадан сол әр қалаға жеткізіп отырды. Сол бомбит, қатты бомбит етіп неғылғаннан кейін әр қалаға жеткізіп сөйтіп отырды. Сол Майадинде, сол Раққадан кейін Майадинге барғанда, сол Майадинде сол бомбаның астында қалғанымыз. Бір Аллаға сеніп, содан ақырын өзі қайтты, қалпына келді. Сол Майадиннен бізді тағы көшіре берді, әр жерге көшіре берді. Кишма деген жерге алып келді. Сол жерге келгенде маған бір қырғыз қыздар, татар қыздар, солар жәрдем берді маған. Солардың жәрдемімен әйтеуір кірлеріме дейін жуып берді, суларыма дейін әкеліп берді, тамағыма дейін жасап берді. Сондай жағдайлармен мен өзіме келіп, бері қарап, сосын қыздар айтты, балаларыңыздың несін, суреттерін несін суреттеп берсеңіз, бізге аты жөнін айтсаңыз, соны біз қарастырып береміз деп. Соны қарастырғанда сол үлкен қызым мен ұлымның суретін тура тауып алып кетті, мынау сізге ұқсайды. Содан сол Кишмада сол интернетке өздері ертіп алып барды, содан хабарластым қызыммен. Қаншама жыл өткен, біраз уақыт өткеннен кейін Жазира деген мешітте тұрдық та, тоже жаңағы шетелдіктермен тұрдым. Сол кезде сол жерде келіп тағы ескерту жасап кетті, ешкімге айтылмасын деп. Одан кейін Жазирадан сол Кишмаға келгенде мен білмедім, мені сол бөлмеден атты біреу. Атты, бірақ ол оқымаған, тимей қалды, ол түнгі сағат 2:30-да болды. Кірдім, кіргеннен кейін төсегіме жатып үлгердім, атты. Атқанда енді бұлай осколкалары бәрі шашырап төбеге тигенде, мен сетка бұл ояқта, москитный сетка дейді, соның ішіне ұйықтайды. Сол москит сеткаға бәрі осколкалар тұнып қалған, бірақ маған біреуі де тиген жоқ. Соны егер тигенде бойыңызға жаңағы сол үйдің егесі айтып жатыр, адам тірі қалуы мүмкін емес еді. Қазақстанда оқып жүрген намазымды оқып жүрдім ғой, о жақта да. Сосын тағы Майадинде мені казнить етпекші болды, шариат сотына берді. Сол жердегі әйелдер бұл жасус дейді. Жасус деген ол арабша, бұлай орысшасы шпион деп айтады. Сондай адам деп мені сөйтіп тапты да олар. Мен өзім намазымды оқып сөйтіп неғып жүргеннен кейін сөйтіп шариат сотына бергенде, шариат соты қағыздарын қайтарып жіберді, толық емес деп, ақпараттарын толық емес деген. Сол жерден өздерін алып кетті. Мен қалдым, наоборот, олардың өздерін алып кетті. Кишманы да тағы о жерге мүмкін болмады, о жерде қалып. Ойлағым, о жерде сол жерде қалып біраз, сол жерде қаласысам да кейін келген бері адамдарға айтып түсіндірермін осы болған жағдайды деп. Соны мана сол жердегі қыздар айтты, сіздің кім екеніңізді олар қайдан білсін, ат тастағанша одан да бізбен жүріңіз деп. Сонан о жерден де кеттік, кеткеннен кейін Бағуз деген жерден бірақ шықтық. Бағузда сол жол ашылды. Сөйтіп, сол нақты жол ашылғанда сол кезде шықтық. О жерде американдықтар, күрлер алып шықты бізді. Шыға алмайтын жер еді да ол. Ең өте қиын жер. Қазақстандықтарды мен Аль-Холда кездестірдім. Бәрімізді жаңа сол Аль-Холға жинады ғой, палаточный лагерь дейді. Сол жерге әкеліп жинағанда мен қазақтардың бәрін сол жерден көрдім. Ойлағам, бомбаның астында бәрі қырылып қалды ма, қазақтарымыз қайда кеткен. Сен Кишмада бір қазақ жамағаты бар екен деді, сол жерге барып мен ауысам дегенде мен ауыстырмады. Сол қазақтардың арасына болғым келді да, өзіміздің қазақ. Бірақ сол жаңағы Аль-Холға келгенде мен қазақтың қыздарын сол жерде көрдім. Сонда кебекті нан пісіріп жеп отырдық. Тағана кругляшок дейді, бір шөп бар. Соны қорып жеп отырдық аштықтан. Содан, сол аштықтан кішкентай балалар, қаншама әйелдер аштықтан кетіп жатты. Бірақ мен өзім әйтеуір осы Алладан тіленіп жүрдім, нақты жол шықса деп сөйтіп сол
әкем түсіме кірді. Сол жылап жүрген кезде әкем айтады, мен Қазақстанға кетіп бара жатырмын, аспанда көрінді, биік болып. Содан мен ойладым, енді бұл түсім бекер емес, сол Қазақстанға жол шығатын шығар. Сол көп ұзамай, бір аптаның арасында сол жол шықты Қазақстанға. Мен мына спискіде болмадым. Мен бірінші барып жазылғанмен Қазақстанға, мен спискіде болмадым. Қараңыз сонда. Сол күні уже кететін болды қазақтар, қазақстандықтар. Мен асықпай барып, жылап жаттым, мен тағы спискте жоқ болдым. Бұл үшінші рет қой, үшінші келіп жатыр. Бір қызға барып айттым, қырғыз қызға, жаңа маған жақсы қараған қызға, денсаулығына қарады ғой. Соған барып айттым, мен спискте тағы жоқ екенмін деп. Сонан жылап басым ауырғаннан барып жатып қалдым. Сөйтсем, ана Қазақстанға кететін қыз әлі жолға нам пісіріп жатыр екен, нам пісіріп алайын деп. Бір уақытта қыз жүгіріп келді, кетейін деп жатыр, сіздер қалып кететін болыңыздар деп. Сонда ана қызды мен шығарып салайын, қалып кетпесін деп, 4 бала шағасы бар, бір кішкентайын көтеріп алып, сол автобусқа жүгіріп бардық. Сол кезде мен жаңағы алколда тұрғанда тура воротаның алдында тұрдым, палаткеде. Сол кезде ана аскари деп айтады, ол жақта военныйларды. Солармен жақсы тұрдым. Мен жаңағы пирожки пісірдім, хот-дог пісіріп, күн көру керек болды да ол жерде. Соларға мен нан пісіріп сөйтіп беріп тұрдым. Сөйтіп олар маған қарайласып тұрды. Ол жерде де өте қиындық жағдайлар көп болды өте. Ұрлық жағдайда, адам өлтіру жағдайда, түн ішінде ұрлап әр нәрсені, сондай жағдайлар өте көп болды. Содан мені шығарып салған кезде арт жағымнан бір қыз түртеді. Қарасам, жаңағы Диля деген қыз екен, күрді қыз, арабтармен бірге жұмыс істейді сол жерде. Сол айтты, Қазақстанға кеткім келе ме деп. Иә, бірақ мен спискте жоқ екенмін деп, соған жылап қалдым. Мен саған қазір спискке қосамын, сені жіберемін деп. Сөйтіп келдім, мен спискте болмадым. Мен ақшасыз жеттім ол жерде. Ал ақшамен жолдан кеткен адамдардың бәрі түрмеге қамалған. Жолда кейбіреулерін атып тастаған, кейбіреулер әйелдерді түрмеге қамап қойған, шетінен казнит еткен, көбісін Иракқа жіберген, көп жағдайлар болып жатқан. Ақтауға келгенде енді өзімнің елім деп сезіндім, бірақ бір түс көрген жағдайдай болды. Көбінесе ояқ жастар болды ғой. Жас жігіттер, жас келіншектер, мүшін жастар. Осы жастарға менің айтатыным, дінді осы тереңінен түсініп, тексеріп біліп, сол намазында осы дінді деңгейіне жетіп, соны білу керек. Ілімін, білімін жоғарылату керек те, сонда ғана олар біледі кімнің қандай дінде екенін. Көзбен көрмегеннен кейін ол ешкім білмейді. Мен көзбен көріп, біліп, қазір айтып отырмын да бұл жастарға. Көзбен көріп білмегеннен кейін олар о жақта оңай болып көрінеді. Жоқ, ол олай емес. Ол жақта ешқандай тәртіп жоқ. Мысалға, мұсылманмын деп санайды ғой. Олар өздерімен өздері қырылысты. Мына көшеде тыныштық болса, арғы көшеде соғысып атады. Бөлініп кеткенде бәрі. Мына діннен шығып хавариж дейді. Хавариж дегендер олар любой уақытта адамның арқасына пышақ ұрады екен. Көз қасыңнан күліп ойнап сөйлеп тұрғаныменен оның ойының бәрі басқаша болып тұрады. Сондай дінге ауысып кеткендер өзімен өзі сояқта сондай жағдайлар болып жатыр. Ал енді мынау жастар ойлансын, өз елінен артық ешқандай ел жоқ. Бүкіл шетелдің адамдары жиналды. Сонда мен ол бүкіл шетелдің адамдарымен мен сол жерде сөйлестім ғой да. Әрқайсысымен сөйлесесің. Біздің Қазақстанның еліне жетпейді. Қазақстанның өзіміздің дініне, өзіміздің Қазақстанның адамгершілігіне, қазақтың тағамына, бүкіл дүние жүзіне салыстырғанменен біздің қазақ еліне жетпейді. Айтатыным тағы мынау комитеттің азаматтарына, мынау көкіректерін оққа тігіп, қиын жерге барып бізді алып келді.
ол шыға алмайтын жер еді негізінде. Шыға алмай қалып жатқандар әлі көп ол жерде. Сол азаматтарға мен үлкен рахметімді айтқым келеді. Сондай қиын туған кезде, қиындық туғанда сол жаққа барып бізді алып келді. Сол айдалаға бізді тастамаған.